Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге бір керемет ерекше тағам көрсететін боламын. Бұл қарасаңыздар мампарға да ұқсайды. Не мампар емес, не кеспе емес. Керемет сондай бір ерекше тағам дайындалуға менімен бірге шақырамын. Етімізді турап аламыз. Ұсақ болғаны дұрыс. Майда-майда қылып турасаңыздар, тез қуырылып, тез піседі. Сосын еттен кейін әдеттегідей пиязымызды қуырамыз және картоп саламыз. Осы тағамда жұмыстан келгенде, уақытыңыз болмай жатқанда, асығып жатқанда дайындасаңыз болады. Беспроигрышный вариант. Міне етіміз майда туралғаннан кейін тез дайын болады, тез пісіп кетеді. Әбден қуырамыз қызарғанша, сосын пиязымызды қосамыз. Пиязда қуырылғаннан кейін әбден тұзымызды салып, және картоп қоссақ болады. Картопта біраз қуырылғаннан кейін тез пісіп кетеді. Содан әбден қуырып аламыз да су құямыз. Ұнатқандар томат қосуға болады. Бірақ томат қоспайым десеңіздер де дәмі бұзылмайды. Қалауыңыз бойынша. Мен болсам бір қасық томат қостым. Су құямыз. Су қайнағаннан кейін отын басып қоямыз. Ал енді бүгін қосатын нанымызды илейік. Бұл ерекше тағам болғаннан кейін нанымызда ерекше болады. Жұмыртқаны еземізді, сәл тұз қосып, су қосамыз. Су қосып, әбден араластырып, осыған ұнды қосамыз. Құймақтың қамыры сияқты болу керек. Қоюлау. Көп ұн салып жүрмеңіздер. Мен жасағандай жасаңыздар. Суымыз жәнегі сорпамыз қайнады, оны басып қойдық. Қамырымыз дайын болғанша
картобы да пісіп дайын болып тұрады. Қазір осы дайын болған қамырымызды салатын боламыз. Ерекше тағамдың ерекше қамыры. Бұл сорпаны суп с клетками деп айтады. Бұның наны қараңыздар қалай салынады. Осылай қамырымызды ағызып саламыз. Тез неден өткізіп, осылай нанымыз суға түседі, бөлініп бұршақ сияқты. Бұл сорпа өте тез дайындалады, өте дәмді. Түгел ішіп бітіреді, менің балаларыма қатты ұнайды. Сонымен мен бүгін жасап, сіздермен бөліскім келді. Міндет түрде осындай сорпа дайындаңыздар. Бұндай сорпаны тауықтың етімен де дайындауға болады. Өте дәмді болады. Суп с клетками дайын болды. Өте тез дайындалады, дәмді, осындай бір ерекше тағам. Маған лайк басып, және комментарий жазып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. Осындай ерекше сорпа дайындаңыздар. Көргендеріңізге көп рахмет.